Сәлем баршаңызға. Балаңыз аурушаң, әлсіз, көп ауыратын болса, біз оның иммунитетін қалай көтереміз? Біз сол жайлы айтатын боламыз. Бұған керек заттар қызылша, лимон, сәбіз, бал және анар. Бұның қанша мөлшерде керек екенін ең бірінші бетте мен сіздерге жазып кеттім. Бұның барлығын ет тартқыштан өткізіп аламыз. Лимон мен анардың шырынын алып аламыз. Бұлардың барлығын бір-біріне қосып араластырамыз. Бұл жалпы курс, 1 айлық курс. Күніне 3 қасықтан азанда кешке ішесіздер. Одан кейін 2 апта демалып, әрі қарай жалғастыруға болады. Жалпы қант қызылшасының құрамында В1, В2, П, Е дәрумендері бар. Адам ағзасына қажетті фосфор, калий, кальций, натрий хлор сияқты элементтердің барлығын кездестіруге болады. Қанның құрамын жақсартады, ал сәбіздің құрамында да көп элементтер, көп дәрумендер бар. Анар иммунитетті күшейтеді. Лимон тұмауға қарсы, вирусқа қарсы тұратын қасиеттерге ие. Ал бал болса, адамның ағзасына қажетті 18 түрлі элементтер бар. Ем болсын баршаңызға, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.